Бәріңізге сәлем, сіздермен саяхаттаймыз арнасы. Бүгін мен сіздерге 2015 жылы шыққан «Самый прекрасный день» атты қысқа метражды киноны қысқаша айтып беретін боламын. Ал сіздер арнамызға жазылып, қоңыраушаны дірілдете кетіңіздер. Лайк басуды да ұмытпаңыздар. Параллельдік кеңестік шындық. Апокалипсистен кейінгі әлем. Шерман есімді жас жігіт пайдалы заттар іздеп, қараусыз қалған қаланы аралайды. Қаланы айналып өтіп, оның шегінен шығып бара жатқан Шерман әлі барып көрмеген жерді табады. Ескі жер асты бункер. Ол есікті бұзып, ішке кіреді, және есікті тіремей, үлкен қателік жасайды. Оны ашудың сәтсіз әрекеттерінен кейін Шерман бөлмеге тереңірек кіреді. Біраз жүрген соң ол жарықты қоса алмайды. Қолындағы білезігі бөлмедегі ауаның ластанбағанын айтады. Ол картаны ашады, бірақ құрылғы өшіп қалды. Ол соқырларша айналасын зерттей бастады, және бір сәтте жарықты байқайды. Бұл басқа жол болып шықты. Шерман оған қарай жүгіреді, бірақ оның қашу үміті жабық есікпен аяқталады. Шығудың сәтсіз әрекеттері кезінде ол артынан біртүрлі дыбыс естиді. Ол сықырлаған дыбыс естиді. Шерман сол жақ қарай барады, бірақ артында қандай да бір тіршілік иесі бар есік құлыптаулы тұр екен. Оның қасында қалып, жейтін тамағын аз қалғанын түсінді. 2 күн өтті. Шерман әлі шығуға тырысуда. Ол өз даусын шығара алмай қалды. Оның тамағы да суы да қалмады, және тірі қалу мүмкіндігі азайды. Біраз уақыттан кейін Шерман мәйітті табады. Ол өлген еркек екен. Оның аз ғана заттары бар екен. Алау, ұстара және журналды тауып алды. Аяқ киімін киіп, ең бастысы білезігін табады. Оның әлі де қуаты бар. Ол бірден шығуы мүмкін жолдарды көрсетуін сұрайды. Бірақ олар екеуі ғана. Содан кейін апаттық шығу жолдарын көрсетуді сұрайды. Бірақ апаттық шығу жолы өте маңызды, және ол құлыптаулы. Ол дауыс жазбаларын табады, және оларды тыңдауды ұйғарады. Өлер алдында жігіт өзінің ең бақытты күні туралы әңгіме жазған екен. Бұл оның балалық шақтағы естелігі болып шығады. Ол 10 жаста, және жай ғана әдемі табиғат. Ол ләззат алуда. Шерман таспаны тыңдау арқылы өзінің бақытты күнін елестетеді. Онда ол табиғат пен осы дүниеден ләззат алады. Бірақ жазба дәл осы күні ғарыштан адамзатты жою үшін қонақтар келді деген сөздермен аяқталады. Шерман ұйықтап қалады, және бейтаныс адамдардың оны тауып алғанын армандайды. Ол журналды оқуды шешеді, және сол жерден жігіттің бункерден вентиляция арқылы қалай шығуға болатынын тапқанын біледі. Бірақ онда құбыршық бар болып шықты. Оны сонда құлыптап қалдыру керек болған екен. Ол ас су ішпегендіктен әлсіз күйде онымен күресе алмайтын еді. Шерман картадан шахтаның қай жерде екенін біліп алды, және сонда барады. Ол отты жағып, оны бұрышқа лақтырады. Сосын Шерман есікті ашады, ал құбыжық жарыққа қарай жүгіреді. Ал Шерман жасырынып кіреді, бірақ қақпа жабық болып шықты. Ол бар күшімен көмекке шақыра бастайды. Құбыжықтың айқайы жақындап келеді. Ал соңғы сәтте темір тордың ар жағынан қыз пайда болды. Және осымен қысқа метражды кино аяқталды. Сіздерге видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.